Қайырлы кеш, құрметті жерлестер. Енді айта кетсек, бүгінгі күнгі ахуалды айтсақ, бүгінгі күнде 4306 адам COVID-19 тіркелді. Оның ішінде 2203 симптомды, 2103 симптомсыз. Өткен тәулікке қарағанда 55 адам бүгінгі күнде жұқтырып тіркеліп отыр. Оның өсімі 1,3%. Өкінішке орай қайтыс болғандардың саны 24 адам. Енді айта кетсек, статистиканы көрсетсек, 55 адам бүгінгі күнде тіркелгеннен негізі басқа күндерге қарағанда өсім түсіп жатыр. Бірақ алайда қазір жұқтырған жағдайлар көбеюі әлі тұрақты болып тұр. Сол себептен құрметті жерлестер, айтатын қарапайым эпидемиялық тәртіптерді сақтауға әлі де шақырамын. Оның қиындығы ештеңесі жоқ. Өмірдің тәртібіне уже қолданатын уақытта келді. Біз оның бәрін қолданып, бір-біріміз сақтап жүргеннің арқасында мына жаман індетті жеңуге болады. Енді қаладағы орын туралы айтсақ, қазіргі кезде бізде 650 инфекциялық орындар бар. Бүгінгі күнде оның 57 ғана пайызы толып отыр. Қалғандары қазір бос. Енді провизордың стационарларға қарасақ, бүгінгі күнде 3210 провизорлық төсек орын жұмыс істеп тұр. Оның қазіргі кезде 65-і ғана қазір толымы бар. Енді пневмония туралы айтсақ, бүгінгі күнде 4926 адам пневмониямен тіркеліп, оның 85%-і емделіп шықты. Қазіргі кезде бүгінгі күнде ЖВ-мен 8166 азамат тіркеліп, оның 95%-і емделіп шықты. Бұдан басқа бізде күндізгі стационар бар. Күндізгі стационарда ол 51 біздің қалалық поликлиникаларда. О жерде күніне 2000 адам қазір қабылдап жатыр. Қазіргі кезде енді 1 шілдеден бастап осы күнге дейін 5126 адам пневмониядан емделіп шықты. Одан басқа біздің поликлиникаларда дәрігерлеріміз әр өзінің тіркелген азаматтарына қоңырау соғады, жағдайын сұрап, денсаулығын сұрап. Қазіргі күнде 1 маусымнан бастап бүгінгі күнге дейін 372 мың адамға хабарласып, диспансерлік есепке тұрған адамдарды бақылауға алып отыр. Енді өздеріңіз білесіздер, бізде осы күнге дейін 51 мобильдік бригада құрылып жұмыс істеген еді. Бүгінгі күнде 58 бригадаға құрылып, оны көбейттік. Добрый вечер, дорогие земляки. На сегодняшний день зарегистрировано 4306 человек COVID-19, из них 2203 симптомные, 2103 бессимптомные. На сегодняшний день 55 человек зарегистрированы коронавирусом. Это рост на 1,3%. К сожалению, до сегодняшнего дня из ковида 24 человека летальный исход. На сегодняшний день вылечилось 2499 человек. Если сказать о том, что каждый день у нас рост был в один день 133, позапрошлым 78, сегодня 55, это о чем говорит? О том, что люди все равно не соблюдают все эпидемиологические требования. Это до сих пор идут распространения. В этой связи мы до сих пор всех призываем соблюдать все требования, которые неоднократно об этом говорим в соцсетях, на улицах, везде. Это элементарно постоянное ношение маски, элементарно постоянно необходимо мыть руки, это всегда держать расстояние и так далее. Это основные. Если сказать на сегодняшний день о местах,
инфекционных больницах у нас на сегодняшний день есть 650 мест. Из них на сегодняшний день 57% заполняемость. Если сказать у нас провизорных стационарах, у нас на сегодняшний день 3210 мест, из них на сегодняшний день 67% заполняемость. Если сказать у нас провизорных стационарах тяжелых находится 68 человек, из них 13 на ИВЛ, 12 человек на НИВЛ. Кроме того, как вы знаете, у нас есть 51 поликлинических, городских поликлиники. Там проходят на сегодняшний день, прошли лечение 5126 человек. Кроме того, там врачи ежедневно обзванивают всех контингентов, прикрепленных контингентов. На сегодняшний день обзвон был 372 тысячи человек. Если сказать о пневмонии, на сегодняшний день в провизорных стационарах зарегистрировано 4926 человек пневмонии, 8166 ЖРВИ. Из них 1658 человек на сегодняшний день продолжают лечение, остальные все вылечились. Уважаемые земляки, құрметті жерлестер, енді сұрақ болса, біздің алдарыңыздарда сұрақ ретінде тұрады, сол жерге бассаңыздар сұрақ қоюға болады. Әкім мырза, қаланы дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету бойынша жағдай қандай? Енді бүгін медициналық қызметкерлерге дәрі-дәрмек жеткізу үшін бүгін 45 миллионға дәрін жеткіздік. 10 түрлі дәрілер, оның бәрі бүгін 90% керекті дәрілердің бәрін біздің провизорлық стационарлар мен инфекционный ауруханаларға жеткіздік. Бүгінде жиналыста бас дәрігерлердің бәрін баяндау бойынша 100% дәрі-дәрмекпен қазір қамтылдық. Одан басқа біз СК фармацияның дәрі-дәрмек жеткізіп жатыр. Біз қазір қосымша тағы өтініш бердік. Дәрі-дәрмекті алдын ала алу үшін біз қазір резервке жақындап жатырмыз. Енді қалалық дәріханаларға дәрі жеткізу үшін бізде осы уақытқа дейін бізде 10 үлкен ірі фарм компаниялармен бірігіп қазіргі кезде бір айлық дәріні қалаға жеткізіп, күнде дәрі-дәрмекті қалада таратып жүрміз. Бүгінгі күнде одан басқа біз тағы бұл 2 КАМАЗ тағы дәрі-дәрмек келді Ресейден. Бұл дәрі-дәрмектің бәрі көмек ретінде емес, бұл келісім шартпен қойылған жаңа фарм компаниясының өзінің жұмыстары. Оғаннан басқа біз қазір 10 компанияға әрқайсысына бір рет кіргізуге рұқсат беретін қағаздың бәрін бердік. Олар кіргізіп жатыр. Қазір үлкен дәрі шығаратын заводтармен келісімдері бар. Осы уақытқа дейін әр заводтардың 1,200,000 бутылка келісім шартқа қойылған. Соның бәрін қазір әр аптада керекті 10 мың, 20 мыңнан кіргізіп жатыр. Енді келесі сұрақ. Здесь у нас сұрақ, почему не хватило лекарств? Почему? Потому что действительно все начали от паники все скупать. Это правда. И, конечно, всем хватит. Я сама все скупила, Аллаға шүкір, сидим дома и все здоровы. Осындай мен ана жол айтып кеткендей, бізде негізі 200 мың адамға жететін дәрі-дәрмек бар еді қалада. Үлкен, өздеріңіз білесіздер, үлкен фарм компанияларының бәрі біз Шымкент қаласында орналасқан. Одан басқа Санта деген үлкен бізде завод бар. Ол да 128 дәрін түрін шығаратын заводтар. Сол себептен біз бірінші 200 адамға жететін дәрі-дәрмектің бәрін
бір аптаның ішінде бәрі таусылып қалды. Сөйтіп біз бұлай зерттеп қараған жағдайда көбісі ауырса да ауырмаса да жұрттар өзіне көбірек сатып алып жатыр. Сол себептен біз біздің ішкі істер департаментімен бірге, экономика расследование департаментімен бірге рейдке шығып бәрін тексерген кезде қанша қоймаларды таптық, дәрілердің бәрін сақтап, спекуляция дейді ғой, спекулировать етіп сатқан жолдар өте көбейіп кетті. Енді соның бәрін тоқтатқанның себебінен тауыпқаннан кейін қазір дәрі-дәрмектен қалада 100% емес, бір 80-90%-дай дәрі-дәрмек жетіп жатыр. Өзім де аралап жүрмін, бірде 4 топ құрдық, ол топты да жіберіп жатырмын, күнде баяндап отырады, дәрі-дәрмек қаншалықты жеткілікті, адам қаншалықты бар жоқтығын қазіргі кезде енді бәрі айтып жатыр. Адам көпшілік жоқ, бірақ кейбір жерлерде кейбір дәрілер таусылып қалады, бірақ группадағы дәрілер бар деп. Қазіргі кезде жан-жақты жұмыс жасап жатырмыз. Қазір ең бірінші маңызды қазір резерв жинап жатырмыз дәріні. Осындай жағдайға екінші рет ұшырамау үшін 1-2 айлық тағы резерв жинап, оны қоймада арнайы сақтау жұмыстарын жалғастырамыз. Можно ли продлить доставку еды до 12 ночи? Вопрос очень интересный. Мы будем рассматривать, почему нет. Если каждое предприятие, рестораны может себе обеспечить соблюдение всех требований и доставлять горожанам, да, я думаю, мы рассмотрим этот вопрос. Пониманиемен көбікті бірге есептейді ме? Бүгінгі күнде министр бүгін брифингке шықты, Алексей Владимирович. Бүгіннен бастап қазір тәртіпті бізге әлі берген жоқ. Менің білуімше 1 тамыздан бастап ковид пен пневмония екеуін қосып бірге санайтындай болады. Біз қазір ол үшін бәрі ақпарат құралдарын дайындау керекпіз, цифровизация бәрін дайындап, соны жеткізгеннен кейін бәрін бірге қосып, содан бастап 1 тамыздан бастап бір сан болып шығады деп тапсырма келіп отыр. Ассалаумағалейкум, әкім мырза, қалаға градусник қашан келеді? Мен кеше айтқам, 10.000 градусник 2 күннен кейін келеді деп, ертеңгі күнге келу керек. Біз қазір күтіп отырмыз 10.000 градусник. Одан басқа ол келгеннен кейін біз оны қазір тексеріп, растамауышты етіп, бірден қалаға таратамыз. Одан басқа ендігі аптада бізде электрондық 40.000 градусник келеді. Оның бәрін біз бақылап отырмыз, қадалап, келгеннен бастап біз хабар береміз, бар екен, жоқ екен. Рахмет. Әкім мырза, Шымкент қаласының жолдары неге кешігуде? Рахмет сұрағыңызға, бұл орынды сұрақ. Қазір уақытта мен де қаланы аралап жүрмін. Негізі бұл келісім шарттардың бәрі жылдың аяғына дейін құралған, бірақ өзіме мен жоспар құрып отырмын 42 айына дейін бітіру үшін. Қазіргі кезде енді 239 жолдың ішінде қазір 130-ын аяқтап отырмыз. Енді одан да тез жұмыс істеу керек еді. Қазір ең қиындығы мына жұмыскерлермен болып отыр. Қазіргі көп жұмыскерлердің өзі ауырып қалып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, бұл бірінші мәселе көп. 100 адам жұмыс істейтін жерде қазір 30-40 адам істеп жатыр. Себебі қалғандардың бәрі ауырып, үйінде жатқан азаматтар бар, ем алып. Одан басқа екінші айтып кетейік, біздің кәсіпкерлердің өзі биылғы жылда 414 километр салынып жатыр. Әр жылда негізі 17 жылды қарағам 73 километр салынған, 19 жылды қарағам 153 километр салынған, биыл 414. Енді мына үлкен жұмысты бірден бәрі кәсіпкерлер игере жатқанда кінәсі бар. Қазір бұл мәселені бақылауға алып, жұмыс жасап жатыр. Енді ең өтініш сұрайтыным сіздерден бұған түсініспен қарап, сабырлық жасап, қазір қолдап жасауды сұранамыз. Осы 42-ге дейін бітіруге бар күшіміз салуға тырысамыз. Рахмет. Почему продуктовые рынки работают до часу? Это создает толпу и бардак. До 18:00 все бы шли понемногу и были бы более спокойны и меньше народу.
Да, вопрос очень на сегодняшний день актуальный, сейчас все задают данный вопрос. Когда рассматривалось усиление мер по ограничению требований города, главная задача состояла в том, что максимально ограничить движение населения в городе. Но когда мы пришли к тому, что мы хотели вообще рынок закрыть, была ситуация, что все наши маленькие магазины, продуктовые магазины, которые во дворах находятся, гипермаркеты, всех их снабжают именно рынки. В этой связи мы не могли закрыть рынок и решили, что данные рынки оставить с 6 утра до часу времени. В случае, если улучшение ситуации, мы будем эти направления увеличивать. Спасибо. Тойханалар қашан ашылады? Енді тойханалардың ашылмауына көп себептер болып жатыр. Бұл эпидситуацияны қалай біздің қаладағы ахуалымыз турлай бастағаннан бастап ол сұрақты қарастырамыз. Қазір өздеріңіз түсініп отырсыздар, тойда жиналған қауымның өзі біреу байқамай қалып ауырып қалып келген жағдайда тойдағы қонақтар мен егелердің бәрі ауырып қалуы мүмкін. Ол жерде балалар да бар, үлкен кісілер де бар. Сол себептен бұл тойханалар жабылуда. Енді түсініспеншілікпен қарап, қазір біз бәріміз бір-біріміз қолдап, қазір шыдамдылық, сабырлық, түсінушілік, қолдау сіздердің соны өтініп сұраймыз. Бүкіл Қазақстан қалаларында автокөлік жуу орталығында рұқсат берілген. Неге тек Шымкентте рұқсат жоқ? Бізде автокөліктің жуу рұқсаты бар. Ол рұқсаттың бәрі өзің жуатындай сондай тәртіппен жасалған, уақыты бекітіліпті. Енді бүгін сенбі жексенбі күні ғана ол бағыттың бәрі тоқталады. Өйткені біз сенбі жексенбі күні бәрі жақта тоқтатып жатырмыз. Рахмет. Добрый вечер. Почему до сих пор парацетамол, аспирин, нет аптека? Я подскажу, на сегодняшний день, каждый день примерно 10 тысяч парацетамола и аспирина раздаются в городе. В основном все лекарства, практически 90% есть в крупных сетевых фармацевтических компаниях. Это Зерде, это Еврофарм, это аптека номер 5, это вот, и тогда и Мурат Фарм. Я думаю, какое-то время, возможно, там уже заканчивается, но каждый день мы эти лекарства раздаем. Спасибо. Здравствуйте, в парках можно гулять. На сегодняшний день, к сожалению, парки все закрыты. Если помните, были разрешены парки гулять, скверы все были открыты. С того момента, как все открыли, там находились практически в больших парках, где-то человек 300, 500, до 1000 доходило. Это, возможно, повлекло распространение коронавируса и пневмонии. В этой связи мы максимально хотим ограничить те места, где может много собираться людей. В этой связи надо просто отнестись с пониманием, вытерпеть эту ситуацию. Нам надо сделать разрыв цепочки и снизить распространение коронавируса. Только таким образом мы можем победить коронавирус, и в этом вопросе только нужна ваша поддержка. Спасибо. Какая тенденция заболевания? Есть ли снижение? Да, последняя неделя есть хоть какой-то хорошая новость, что тенденция снижения есть. Если я вам скажу, в день было скорую помощь звонков где-то 2-2,5 тысячи, сейчас снизился до 1600. И пневмония, если в день было там до 300, до 400 человек, то снижение случилось до 79, 89, 100. Вот эта ситуация стабилизировалась, но это не дает нам расслабиться. Мы сейчас ведем большую подготовительную работу, усиливаем точки кислородов. Если у нас новый инфекционном госпитале был всего лишь 74 точки кислорода централизованные,
мы хотим его довести до 171. То же самое инфекционная больница, сейчас, если там было порядка 56, мы хотим его довести также до 200 и так далее. Во всех направлениях сейчас проводится большая работа, обеспечиваясь материально-техническими средствами. Я думаю, будет улучшение. И хочу самое главное, то, что снижение это не дает всем нарушать все требования. Наоборот, это показатель того, что вы каждый раз, показатель того, что вы уже начали придерживаться всех требований. Благодаря этому снижению, в этой связи надо продолжать в этом направлении, и большая помощь нам и поддержка нужна в этом работе. Спасибо. Садик мектептер қашан ашылады? Қазіргі кезде мына біздің министрімізбен жан-жақты талқылау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның бәрі, тағы айта кетейін, мына біздің қаладағы ахуал жағдайына байланысты. Қалай ахуал жағдай түзіле бастағаннан бастап, оның бәрі ашылып жұмыс істеп жатыр. Қазір енді екі вариант қаралып жатыр. Ол бірінші вариантта Қарағашықтан оқуды, екінші вариантта бастауыш мектепте оқушылардың бәрі эпид жағдайдың тәртібіне қарап оқытуды. Оның бәрін қазір біз зерттеп жатырмыз, дайындық жұмыстарды бастадық. 1 тамыздың 15-іне біз дайын боламыз деп ойлаймыз. Если сол уақытқа дейін эпид жағдайымыз жақсылап алғаннан кейін, мүмкін мемлекет тарапынан министрліктер басқа шешім шығаруы мүмкін. Қазіргі кезде ол бағытта арақашықтан оқуды қарап отыр. Рахмет. Газ, свет, асфальт когда будет на Темирши ауылы? Енді Темирши ауылда бүгін газ, свет, асфальт. Я на этом вопросе хочу ответить. На сегодняшний день, я говорю, все работы, которые проводятся, начались. Это все работы сегодня завершится. Насчет газа хотелось бы сказать, я уже неоднократно говорил, то мощность, которая в городе есть газоснабжением, она недостаточна для вот такого города. В этой связи мы строим АГРЭС-3, который должен был завершиться в 2023 году, в связи с тем, что не очень нуждался в мощности города. Мы планируем завершить досрочно в этом году. Как этот АГРЭС-3 закончится, я думаю, будет обеспечен газом полностью город. Город на сегодняшний день обеспечен 95% газоснабжения. Насчет света мы в этом направлении тоже продолжаем. Кроме того, что делает из местного и республиканского бюджета, также работают и инвесторы, которые за свои инвестиционные средства расширяют обеспечением электричества. Я думаю, если в этом году не дойдут до вас, то мы, сейчас я уже поручение дал, готовить те точки, которые очень важны, ПСД, и мы, я думаю, на следующем году начнем. Кеш жарық, әкім мырза, ковидті емдейтін жаңа протокол енгізілді ме? Кеш жарық, қазіргі кезде жаңа протоколды мемлекет деңгейінде қаралып жатыр. Оны әлі бізге түсірген жоқ. Біз әлі сол ковидпен сол протоколмен жұмыс істеп жатырмыз. Пневмонияда протоколы бар. Қазір есі жаңа бетімен қарап, шешім шығарған жағдайда біз жаңа протоколмен жұмыс бастаймыз. Рахмет. Ассаламу алейкум. На улице Курманбекова асфальт до половины сделали. И третий день стоят. И техники стоят на улице. Еще по улице Қалдаяқова до сих пор не начали асфальт, но дорогу закрыта. Спасибо большое за ответ. Спасибо за вопрос. Курманбековый асфальт. Я думаю, я как раз запланировал в субботу эту поездку. Я и Қалдаяқову посмотрю. Қалдаяқову должны были начать работу. Они должны были переходить с одной улицы в другой. Я думаю, после моего мониторинга в субботу, личного осмотра, мы примем решение усилить людей или оставить такой же уровень. Спасибо. Ресейден келген дәрігерлер после консилиума что говорят? Пневмония все-таки COVID-19?
Енді қазіргі кезде біз ресейлік дәрігерлермен сөйлесіп жатырмыз. Так, на русском. Мы, наши коллеги с России, они попросили, в общем, 2-3 дня дать, чтобы они полную ситуацию увидели, хотят поработать чуть-чуть. Ну, предварительно хочу сказать, протокол такой же, как у нас. И в многих местах даже говорят, что именно санитарные нормы, которые, в принципе, соблюдаются удовлетворительно, ну, хорошо, отлично даже в местах. Но я думаю, в понедельник они будут отчитываться. После отчета мы, наверное, дадим брифинг. Они сами лично расскажут, в общем, ситуацию, как лечат, как надо направляться. В понедельник надо дождаться. Спасибо. Не тяжело ли быть акимом, говорит? Но нелегко, конечно, и такое время стать акимом сразу же. Даже в начале даже не успел ознакомиться с ситуацией городом, и сразу была большая подготовка культурной столицы, мы начали, потому что подготовки практически не было, и мы форсировали в этом направлении. Когда были готовы, сразу пришел ковид, неожиданно. И в этом направлении мы начали работать, усиление. Но самое главное, мне как акиму нельзя сдаваться, будем бороться в этом направлении. Я думаю, не только акиму, везде, любому на сегодняшний день сотруднику акимата сейчас нелегко. Все работают днем и ночью, прикладывают все усилия по возможности. Рахмет сұрағыңызға. Интернет желілері тартыла ма? Мына интернет желілерде менің өзімде үлкен сұрақтар болған. Мен 2 рет жиналыс өткіздім. Жиналыстан мен бірінші жағдайды сұрадым, қандай жағдайда біздің интернеттен. Өзім қалада жүргенде кейбір жерлерде интернет ұстамайды. Сол себептен біз жағдайды қарағанда көп жерлерде үлкен вышкалері жоқ, аз жерде бар, бір жерде бір-бірімен дұрыс система құрылмаған. Бір жерге құрайын деп системаны құрайын десе, көп халықтар өздері рұқсат бермейді, бұл жерге зиян келтіреді деп сондай жұмыстар жасап жатыр. Қазір енді бір топ құрдым. Қайерге антеннер құратындардың бәрін қазір бекітіп жатыр. Карта ретінде мен жер басқармасын біріктіріп, осы шілденің аяғына дейін маған ұсыныс береді. Қандай қаражатпен қанша вышка қоятынымыз, қандай точка. Сол кезде қандай деңгейге интернет желісін жеткізетінді баяндайды, содан кейін мен баяндаймын. Оған қарамастан біз қазір алдын ала да жұмыс істеп жатырмыз, 5G ғып. Қазіргі кезде Тұран елді мекенге оғанда үлкен қазір нелер интернеттік кабельдерді жеткізіп жатырмыз. Қазір жаңа ауылды мекенге де жұмыстарды аяқтап жатырмыз. Мен ойлаймын, жылдың аяғына дейін бәрі интернеттің жағдайын турлаймыз деп. Өздеріңіз білесіздер, қазір планируется ли карантин после 2 августа? Да, данная ситуация продлится ли 2 августа? Это зависит от эпидемиологической ситуации города. Это зависит, насколько рост ежедневно идет. Если снижение, будет полностью взят анализ, после этого будет принято решение. Будет продлеваться, нет. Но я точно скажу, что полностью снятия карантина не будет. Будем постепенно снимать по необходимости и от тех ситуаций, где больше распространяется, где больше будет население собираться, будем ограничивать и изучать. Спасибо. Как можно попасть к вам на прием? Да, вот как у нас с момента чрезвычайного положения было отменены все встречи, прием граждан. Но я сейчас поручение дал, я думаю, с следующей недели я буду принимать прием онлайн. Сейчас единственное изучаем технические возможности, как это будет происходить.
как мы определимся, как возможности технически изучим. После этого мы объявимся приемом. Спасибо. Какие планы и подготовки на вторую волну? Очень хороший вопрос. Мы сейчас форсированно готовимся на вторую волну. Это вот сентябрь-октябрь. Без пандемии ежегодно в городе была вспышка именно период сентября-октября. Это ОРВИ и пневмония. В этой связи мы готовимся, в общем, подготавливаем дополнительно провизорные стационары. Сейчас ведем переговоры по приобретению дополнительно ЭВЛ. Открываем еще на 70% кислородных точек. Идем подготовку резерв лекарства, СИЗов, перчаток, масок. Сейчас полностью составили группу, специальную группу, штаб. Я вот сижу в штабе. Мы здесь сейчас действительно анализируем данную ситуацию. В этой связи готовим план мероприятия. Я думаю, мы подготовимся, если будет эта волна. Спасибо. Спасибо. Я хочу сказать, теперь по просьбе жителей буду еженедельно по пятницам в это время, после 7 часам буду выходить онлайн, трансляции, будете задавать вопросы. Кроме этого будет то, что я говорил, будет онлайн приемы. Я думаю, будем тесно обсуждать. Спасибо. Спасибо большое.